болса бетегелі жерің қайда, күмістей толқындаған көлің қайда. Ыңжың боп жер қайысқан төрт түлікпен, жөңкіліп көшіп қонған елің қайда. Көтерген ақ киізге ханың қайда, қиғашқаз бейдай өңді ханым қайда. Қақ жарған қара қылды биің қайда, ағорда би түсетін үйің қайда. Салтанат сарыарқада құрған қазақ, толықсып жүрген кеше күнің қайда. Бұл өлең жолдары кешегі күні ұлттың жоғын жоқтаған бірекей тұлғамыз Алаштың ардаулы, ақиқаттың алдаспаны Міржақып Дулатұлының арманы еді. Тәуелсіздігімізбен бірге атамыздың сол мұраты орындалғандай, Торғайдың топырағы тағы бір мәрте тарихпен сырласты. Қасиетті Қызбелдің баурайында, Бидайық ауылының төрінде Алаштың асыл перзентінің кесенесі мен музейі жаңарған келбетпен жарқырай түсті. Бұл ұлт арысының 140 жылдық мерейтойы қарсаңында жасалған ізгі істің бір парасы. Бұл игі істі кемеңгер тұлғаның ұрпағы, кәсіпкер Бақберген Қасымұлы Өтеулин бастамашы болып қолға алып отыр. Ал кешенге ие болып отырған шырақшысы Нағашыбай ағамыз бен Жұмазия жеңгеміз. 16 жылы бастап, 15 жылы осы мынау қазір қоршаудың өзі өзгертіп, қоршауды келтіріп жасағанымыз біраз жалғасымен болып жатырды. Зор арманым жиһанды жүрмін кезе алмай, не бар, не жоқ дүние халін сезе алмай, зейінім ауыр, қолым қысқа, жолым тар, іздеген мұрат қолға тиіп тез алмай. Көзім көріп, айтуға тілім бата алмай, ішім қайнап, тағы да шыдап жата алмай. Мендей міскін бар мекен халықтың қолында, керексіз болған еңбегі еткен ақалмай деп еді. Алаш арысы тарихқа қатысты пікірлерін қазақ, жас қазақ, еңбекші қазақ, тілші, ауыл, ауыл тілі, жас қайрат, Қызыл Қазақстан, Шолпан, Айқап газет журналдарында өз атымен де, лақап есімдерімен де үнемі жариялап отырды.